Картоп қосылған тұшпараны дайындаймыз. Жыртылып, ашылып кетпейтін, балалар сүйсініп жейтін варениктер. Ал қамырын илеп жіберейік. Илеуіштен өткен ұнға жұмыртқа жарып, тұз араласқан су қосып, аздап сұйық май құйып, сүйкімді қамыр илейміз. Қамырымыз жарты сағат тынғанша картопты пісіреміз. Оған пиязды қуырып саламыз. Қарабұрыш пен тұз қосып салмасын дұрыстап, езіп дайындап қоямыз. Қамырды екі бөліп жайдық, домалақ қып жасап шықтық. Әрқайсысына салмасын салып, дұрыстап жабыстырамыз. Суын қайнатып, тұз бұрышын салып, 6 минуттай пісіріп сүзіп аламыз. Арасына сары май жағып жіберсеңіздер тіпті дәмді болады. Ашылып, жыртылып кетпейтін варениктердің рецебі осы. Қиын болмаса тіркеліп, лайк басып, сақтап қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.